Қайырлы күн, достар. Менің YouTube арнама тағы да қош келдіңіздер. Бұл болашақ жобасы. Бүгін біздің сұхбат алушы бауырымыз, болашақтың екі дүркін егер деп айтсақ болады, Ермек Сүлейменов. Ермек бауырыммен біз Англияда жүрген кезде танысқанбыз. Кембридж университетінің түлегі, Кембриджде оқып, бізді шақырып, Ерлан ағасы екеумізді, тамаша болды. Сол жақта Наурызды өткізген жайымыз бар еді. Енді дәл қазір негізі Ермектің келіншегі Сумея Америкада болашақ бағдарламасы бойынша оқып жатыр. Уақытша Америкада тұрып жатыр Ермектер. Бірақ Ермек Қазақстанға келгеннен кейін осы бір сәтті босқа жібермейік деп сұхбатқа шақырған жайымыз бар. Рахмет көп Ермек бауырым. Сіздерге көп рахмет шақырғаныңыз үшін. Ермек Америкада 2 рет оқыды, бакалаврда. Біреуі мұнай-газ саласы, екіншісі экономика саласы, және де Кембриджде MBA-ді оқыдың, яғни кәсіпкерлік. Кәсіпкерлік десек те болады, бизнесті басқару мамандығына. Бизнесті басқару, ой, бәрекелді. Нағыз дәл қазір бізге керек мамандықтар екен ғой. Енді 2 мәрте болашақтың егер атандың. Оның үстіне дәл қазір, мысалы, бакалавр деген болашақтың бағдарламасының ішінде жоқ. Бакалаврды алып тастады ғой, тек магистратурадан басталады. Бірақ сол бакалаврды мүмкіндігін пайдаланып, сол бакалавр бойынша Америкаға оқуға түскендердің бірісің. Мұнай-газ саласында. Жалпы осы болашақ өзіңе, өміріңе не берді деп айта аласың? Мен өмірім үшін болашақ үлкен бір әсерін тигізді деп айта аламын. Өйткені мен Америкаға барып келу нәсіп болды маған, жаңағы ең күшті университеттердің біреуінде. Мен Техаста оқыдым, мұнай-газ саласында оқыдым. Сөйтіп, сол жерде жақсы оқуда, университетте оқып, сосын жұмысқа деген шақыру алдым, мына жерде жақсы бір компанияға. Сол жерде 7 жылда жұмыс істеп, ары қарай профессионалдық өмірімді, тәжірибемді жинастыра бердім. Үлкен әсер тигізді деп айтсақ болады. Демек сен жаңа бакалаврда болашақпен оққаннан кейін екінші бакалаврыңды бірден оқыдың ба, бірнеше жылдан кейін? Ол өз ақшамен кейін толтыра салдым. Америкада оқығанның пайдасы десек те болады, немесе системасының артықшылығы десек те болады, ол кредиттік система. Бір адам бір университетте оқып, бакалаврды оқыса, тағы да мысалы 4-8 семестр оқымай, 1-2 семестрдің сабақтарын алып, екінші диплом ала алады. Сол жері жақсы да. Американ. Енді артықшылықтары көп десек болады, бірақ та солардың біреуі кредиттік система, өз адам, әр адам өзіне сай бір екінші программа, үшінші программа таңдай алады. Бірақ та 8 семестр оқымай-ақ, 1-2 семестр ғана оқып, екінші диплом алады. Бір мезетте 2 университет, мысалы, 2 мамандық деген секілді игеруге болады дейсің. Онлайн тағы оқып дегенде, мен сол мүмкіндікті қолданып алып, тағыдай кейін екінші диплом алып алдым экономика саласында. Маған қатты ұнайтын сала. Бәрекелді. Бірақ дегенмен де сен өзіңнің салаңды сол экономикамен, яғни мына кейін магистратураны да сонымен жалғастырып отырсың ғой, Магистратураны да сонымен жалғастырдым. Негізі мен қазір 15 жылдай болды инвестиция саласына қатты қызығушылық білдірем. Маған өте қызық, мен зерттеймін, соны кітап оқимын, өзімде инвестицияға көңіл бөлем, ақша да салам дегендей жақсы бір компанияларға. Сол саламен кетуге деген кетем деген бір арманым болды да мен. Бірақ мұнай-газ саласынан бастадым мен. Мұнай-газ саласын бітірген соң, мұнай-газ саласында оқыдым, жұмыс істедім. Сосын барып, бірте-бірте инвестиция саласына бет бұрдым. Сонына қарай. Демек, қазір өзімнің бір жолымды таптым деп айта аласың ғой? Әрине, қазір Құдайға шүкір, өзімнің жолымды таптым деп айтсақ болады. Мұнай-газ саласында істеп көрдік, бәрі күшті, тамаша болды, бірақ та дегенмен де өзімнің келешек өмірімді, болашағымды инвестиция саласымен байланыстырасың. Ермек, енді әлемнің алғашқы 3-тігіне деп айтсақ та болады, 5-тігіне деп айтсақ болады, енетін Кембридж университетін тәмамдадың, MBA бойынша. Ал енді Кембридждің саған бергені не болды, артықшылығы не болды? Атына заты сай ма екен? Кембридж деген өте керемет бір жер. Оны білмеймін енді. Басқа университеттермен салыстырғанда ол ерекше бір жер. Өйткені бір ерекшелігін атап кетейін. Мысалы, басқа университеттерде бәрі департаменттерге бөлінеді, мысалы. Білім департаменті болады, бизнес департаменті болады, инженерия болады. Сонымен ғана қала береді, әртүрлі департаменттерде адамдар
әртүрлі нәрселер оқиды. Ал Кембридж бен Оксфордта система сәл басқаша. Олар білім алу жүйесі бөлек болып саналады оларда. Сосын өмір сүру, сабақтан кейінгі өмір, жаңағы социалдық немесе қоғамдық өмір, ол екінші бөлім болып саналады. Оларда мысалы жатақхана біреу ғана емес, 31 колледж бар. Әр колледждің өз жатақханасы бар. Өз жатақханасы бар, әртүрлі адамдармен танысуға болады. Сол үшін енді Кембридждің әрине тарихы да бар, рейтингтегі нелері де бар, бірақ мен үшін ең қатты жаңағы әсерленген нәрсем ол жаңағы системаның вообще басқаша болғаны. Оқуда біз бір адамдармен сөйлесеміз, оқимыз, танысамыз, жұмыс істейміз. Сосын колледжге барып, мен Вулфсон колледж деген жерде оқыдым, тұрдым. Уже ол жерде басқа адамдармен сөйлесетін едік. Басқа адамдармен нетворк құратын едік. Басқа адамдармен шай ішіп, мысалы, кейде болатын, мен бизнесті оқысам да, астрофизиктермен отыратын едім. Мысалы, әртүрлі кітап жазатын литераторлармен, физиктермен отырып, жаңағы талқылап, әртүрлі тақырыптар талқылап, ойлармен бөлісіп, жаңа өзіміздің білімімізді жан-жақты кеңейтетін едік. Сол жері жақсы. 10 ғасырдай болды, иә? Кембриджге. 10 ғасырдан асты ма даже? 9 ғасырдай болды. Белгілі адамдар оқыған, Ньютон, мысалы, Стивен Хокинг бар, физиктер, жақсы адамдар оқыған. Жаңағы, бірақ та мен үшін ерекшелігі, жаңағы системаның ерекшелігі болды. Басқаша, мүлдем басқаша система. Хогвартс секілді дейсің ғой? Әрине, Хогвартсқа ұқсайтын еді. Өйткені оны неге айтайын? Неге айтып отырмын? Жалпы мен Харри Поттердің фанаты, жанкүйері емеспін. Бірақ біздің үйде менің қызым бар, үлкен қызым фанаты. Сол арқылы біраз дүниені былай естіп, біліп жүріп танығаным ғой. Кезіндегі есіме түсіп отыр, 5 жыл бұрын ба, өзің шақырдың, біз Кембриджге бардық. Сосын кейін қай мектеп екен білмеймін енді, қай мектебі Кембридж университетінің. Ана колледждегі жаңағы залдың өзін айтам да, қазір ойлап қарасам, кәдімгі Хогвартстың ішіндегі сол тура сериясындағы зал ғой. Сол жерде түсірілген бірнеше жер бар, өзің айттың, тура бір фильмнің ішінде жүргендей. Қызық. Енді не туралы айта кетейін, жаңағы Техаста, мысалы, біз айтып отырмыз, Құдайға шүкір, Кембриджде оқуым нәсіп болды, керемет жер деп. Бірақ та Техастың да кереметтігі айта кетейін, ол кезінде емес, қазір де сондай, мұнай газ саласында бірінші орында тұр екен дүние жүзі бойынша. Бірақ та оған қалай түскенім, ол да қызықты болды да. Болашаққа енді документтерді тапсырған кезімде мен қайда баратынымды білмей тұрдым. Мен ойладым, мысалы, қазір Америка тапсырсам, адамдардың көбісі Америкаға барғысы келеді ғой. Конкуренция көп болады, мүмкін түспей қалам ба деп қорықтым. Қытайға ма, басқа жерге ма тапсырайын деп жүрген кезде сондай бір ойлар болды, басқа жерге тапсырып көрейін ба деген. Екінші нәрсе, Америкада рейтингтер система бар. Мен одан интернеттен хабарым жоқ ол кезде. Ол кезде енді интернет болды, бірақ та мен онымен әлі жақсы дос емессің. Дос емеспін, жақсы қолдануды білмеймін, жаңағы ресерч жасап, зерттеп, табуды білмейтін едім. Сөйтіп, бір ойланып, екі ойланып жүрген кезде үйге келіп, мамама, анама айтқан едім да, осындай бір таңдау проблемасы бар, қайда баратынды білмей тұрмын дедім да. Сол кезде мамам маған айтқан еді. Әлі есімде, біз жанұямызда соны еске алып күліп тұрамыз да. Ол айтқан еді, балам, шай құйып отыр да маған, шай құйып отыр, балам Техасқа бара ғой деді маған. Жай ғана айта салды ма? Техасқа бара ғой дейді. Мен түсінбей қалдым, мама, не үшін Техасқа? Ол айтты, мен дейді, Даллас деген сериалды көрдім дейді. Ол жерде мұнай көп, сол жерге барсаң өкінбейсің деді. Сөйтіп барғанда қарасам, кәдімгідей сонда былай қарап тұрсаң, анаңның сөзі бір дұға секілді болып кетті ғой бір жағынан. Сол кезде барғанда ғана мен сол рейтингтер бойынша Техастың бірінші орында болғанын ғана түсіндім да. Оны білмейтін едім. Анаңның аузына салып тұр ғой, Құдай былайша айтқанда. Сол арқылы саған бір жол көрсетіп тұр. Сондай қызық болды. Менің де болашаққа түскеніме негізі анамның әсері бар ғой. Солай болды. Негізі өзі жалпына өмірдегі үлкен осындай бір қадамдар ананың дұғасымен болады деген рас екен. Ол кезде енді болашақ ашылып жатқан кез біз мектептеміз, мектепте оқимыз, бауырым екеуміз. Сонда болашақ деген стипендия ашылыпты. Елдің бәрі шетелге барып оқып жүр екен, кейін сендер де осылай оқысаңдар ғой деп мамам айтатын да. Сол кезде біз ойбай, мама, біз деген мына ауылда тұрамыз ғой еді.
бізге қайда бұл деген секілді, енді бір арман ғой деген. Бірақ көрдің бе енді, неше жылдан кейін 32 жасымда 4 баламен болашаққа оқуға түсем деп кім ойлаған мысалға? Тамаша. Сол анамыздың дұғасының қабыл болғаны ғой. Бұл да бар, сосын өзіңіз де мақсат қойған шығарсыз кейін. Ой, ол бір әңгіме. Сен келесі жол менен алшы интервью десем. Мен негізі адамдардан жаңа интервью алып сұрақ сұрауды жақсы көремін өзім. Басқалардан білім алуды жаңа. Мен 2 рет Қытайға оқуға түстім ғой. Солай ма? Иә, мен негізгі махаббатым Қытай тілі болды. 2 рет оқуға түстім. Бір рет 2007 жылы. 2006 жылы ма? 2006 мен 2007 ұмытып қалдым сол кезде. Тұрмысқа шығып кеттім де анаған бара алмайтын болдым. Сосын кейіннен әлі анау Қытайға деген махаббатым, Қытай тіліне деген махаббатым деп айтайын, ішімде сөнбеген. Мұхаммед Қанапия ұлымды дүниеге әкелгеннен кейін 2014 жыл тағы да тапсырып көремде. Peking Language and Culture University деген бар ғой, Бейжің. Соған түсіп кетемде, енді оқуға кетеміз деп жүрген кезде тағы бір отбасылық жағдаймен маған бас тартуға тура келеді. 2 рет сөйтіп баратын жолымды отбасылық жағдайға байланысты кесуге тура келді. Әр нәрсенің бір несі бар ғой. Әр нәрсенің бір қайыры бар, иә. Бірақ ешқашанда мен Англияға барып, ағылшынша оқимын деп ойламаппын. Мен қытайша оқуды ғана мақсат еткен адам едім ғой негізі. Бір қызығы жаңағы мен жалғастырып кетейін. Кембриджге баратынды мен одан 7 жыл емес, 10 жыл бұрын шешіп қойған едім негізі. Сондай болып қалды, нәсіп болды. Қалай десеңіз, мен Техаста оқығанда өзіме жаңағы мақсат қоятын едім. Қазір де бар мен сондай бір қабілетім емес, енді привычка дейді ғой, жаңағы зерттеумен де дәлелденген нәрселер, әдет. Өзіне жоспар құрсаң, мақсат қойсаң, амал істеу керек, жоспар жасау керек, амалын істеу керек, жаңағы дуа ету керек, Алладан тілеу керек. Бірақ та соны мен Кембриджге баратынды 10 жыл бұрын жазғаным есімде. Не үшін баратынды шештім? Енді Кембридж ғана емес, мен Англияда оқимын деп шешкен едім ол кезде. Өйткені мен Америкадағы оқуымды тәмамдаймын, енді басқа жердің системасын көргім келеді деп ойлаған едім да. Кішкене жұмыс істеймін, сосын ғана барам деп сөйтіп келе салып, жаңа 7 жылда жұмыс бітіргеннен кейін 7 жыл жұмыс істедім. Сол жаққа тапсырдым. Олар маған үлкен бір стипендия берді. Ең үлкен маған бұйырды. 40-50% скидка берді маған. Жаңа ненің бе, Кембридждің? Ең үлкен маған берді. Сөйтіп болашақтың стипендиясы қосылды. Сөйтіп енді бармасам. Ар жағындағы жартысы болашақ, жартысы ішкі грант, иә? Иә, ішкі грант болды. Онда ең үлкен мен ұмытып алдым. Жаңағы кәдімгідей баруға тура келді да. Енді оған жоқ десем, сосын ондай шанс болмаушы. Енді одан кейін жай университет емес қой, Кембридж ғой. Жақсы университет. Құласаң нардан құла деген екенсің ғой. Ол да бар. Енді университет деген нәрсе ол да енді әртүрлі адамдардың әртүрлі философиясы бар. Міндетті түрде жақсы университетте оқу керек деген нәрсе жоқ деп ойлаймын мен өзім. Қазіргі кезде интернетпен де оқуға болады, кітаптармен де оқуға болады, әртүрлі мүмкіншіліктер бар. Тек қана жаңағы топовый университетке бару керекпін деген шарт емес мен ойымша. Өмірде жетістікке жету үшін. Ермек, бұны жақсы айттың. Маған ағылшын тілінен сабақ берген кәдімгі Англияның ағылшыны мұғалімі сол айтып еді. Сендер ойлайсыңдар ғой, Оксфорд пен Кембридж ғана керемет университет. Ол ойдан арылыңдар деді. Англияның барлық университеті бірдей деді. Өйткені бірдей бір системамен оқытады. Бір система, иә. Олар не үшін аналар мықты? Біріншіден тарихы бәленбай ғасырлық. Екіншіден ол өздеріне өздері бренд жасап, танымалдылыққа жетті. Бірақ былай қарап тұрсаң, ешқайсысын бөліп алуға болмайды, бәрі бірдей деген еді. Демек, сен де сондай пікірдесің, иә? Сол пікірдемін. Әрине, мен соған қосыламын жаңа сіз айтқаныңызға. Мен ойымша, енді адам оны да кішкене ол тақырыпты кеңейсек те болады, кішкене басқа жаққа бұрып жатырмыз, бірақ та ең пайдалы, ең жақсы үйренген нәрселердің біреуі ол сәттілік ба, удача деген нәрсе туралы қалай ойлау керек екенін түсіндім. Мысалы біз Қазақстанда алатын болсақ, басқа елдерде алатын болсақ, адамдардың 95% сәттілік деп айтқан кезде тек қана бір нәрсені ойға келеді. Адамға сәті түсті деп айтады да. Бірақ та ол сәл дұрыс емес, өйткені сәттіліктің де түрлері болады. 4 түрі бар мысалы. Сәттілікті де зерттеп жүріпсің ғой? Жоқ, ол өте маңызды нәрсе деп ойлаймын, жаңағы мүмкін көрермендерге де. Мен өміріме өте қатты әсерін тигізді. Сәттілік туралы қалай ойлау керек деген. Біріншісі ол өмірге келетін кезде біз таңдамайтын нәрселер бар. Қазақстанға туыламыз, мысалы, ата-ана, мысалы, қандай денсаулығымыз болады, бойымыз қандай болады, оны таңдай алмаймыз біз. Спортпен айналсақ болады кішкене, но көбінесе таңдай алмайтын нәрселер болады. Ол бірінші сәттілік. Екіншісі жұмыс істеумен табылатын сәттілік.
әртүрлі қимылдаумен, адамдармен кездесумен, әртүрлі нәрселерді әрекетпен жаңа неғұрлым адам көп әрекет ете, диванда жата берсе, енді әрине кішкене сәтті болу қиындау болады да. Үшіншісі ол зерттеумен емес, бірақ та былайша айтқанда тәжірибемен келетін сәттілік дейді. Адам неғұрлым көп тәжірибе жинаса, соғұрлым сәтті бола бастайды. Не үшін? Өйткені ол мүмкіндіктерді көре бастайды. Мысалы, тәжірибесі молайған кезде адам мыңдаған қойлардың ең ерекшесін тауып қояды тез. Мынаған мен ананы алу керек, мен ананы ұстау керекпін деген сезім пайда болады. Интуиция десек те болады. Ол тәжірибемен көре көсем боласың деген қазақтың сөзі. Тамаша сөз айтылған. Мысалы, көп айтпақшы ол туралы да көп сөйлессек болады. Қазақтың даналығы, мақал мәтелдері, жаңағы мен бизнесті көп компанияларды, бизнестерді зерттеймін ғой. Солардың жаңағы принциптері біздің қазақтың дәстүрімен, мақал мәтелдерімен, даналығымен сәйкес келеді. Көп байланыстарын көремін. Төртінші сәттіліктің түрі ол деген ерекшелікте, адамның ерекшелігінде болады дейді. Ол деген сөз, мысалы, skills па мысалы? Skills деген skills та болады, бірақ та бренд дейді. Бренд, мысалы, стиль, әртүрлі адамның әртүрлі өзінің стилі, өзіне сай стилі болады. Личный бренді болады да, мысалы, жаңа сіз болсын, мен болсын, адамның өзіне тән бір қасиеттер болады да. Тек қана сол адамдар бар да, немесе ондай адамдар аз болады да. Сол кезде сәттіліктің төрт түрінің үшеуінде адам сәттілікті іздеп жүрсе, төртіншісінде адамды сәттілік өзі іздейді екен. Жаңа адама, брендті ма? Уникальный адам болса, жаңа ерекше бір қабілеттер дамыту керекпіз да бәріміз. Ерекше бизнес ашсақ, ерекше бизнес ашу керекпіз. Қабілетті болғымыз келсе, ешкімге ұқсамайтын болса, бір изюминкасы болу керек. Сол кезде бізді адамдар, бізді сәттілік, бізді мүмкіншіліктер іздеп келеді. Сөйтіп, сондай сана сезіммен, сондай оймен адам қимылдаса, сонда әрине сәттілік сәтсіз болуға енді шанс абаша аз болады. Ермек, мен сөзіңізді бөліп қойдым кеше. Жоқ, дұрыс. Күшті дүниені айттың негізі. Мына сәттілік туралы, сәттілікті қалай ойлау керек екенін, сәттілік туралы, оның ішіндегі жаңағы төрт түрі дегенді екінің бірі білмеуі де мүмкін, немесе сәттілікке бір сондай бір мән беріп қарамау да мүмкін де. Жақсы дүниені айтып өттің. Енді мына өзіңнің салаң, жаңа инвестиция дедің ғой, сол туралы сұрағым келіп отыр. Қазір Қазақстан халқының, қалай деп айтсақ болады, бір кемшілігі ме, бәлкім, экономикалық сауаттылығымыз төмен ғой. Бар, ондай нәрсе. Тек қана Қазақстанда емес енді. Біз басқаны айтпай-ақ қойық, өзіміздің дамуымыз тұрғысынан айтсақ, бізге қазақтарға сол қаржылық жағынан сауаттылық жетіспейтін секілді. Бар ондай нәрсе. Мысалы, жаңа инвестицияны мүлдем акция, құнды қағаздар деген дүниені мүлдем білмейді қазақтар, мүлдем білмейді. Көп пайызы білмейді. Депозитті ғана білуіміз мүмкін, оның өзінде жаңағыдай жылдығы 15%, 13% дегенді тіпті қалай есептелуін де білмейді. Әйтеуір депозит ашып қойды, теңгемен немесе 1%, мысалы доллармен деген секілді дүниеге мәз болып жүреміз. Салыстырмалы түрде сен өзің маман ретінде айтшы, бізге ақшаны дәл қазір осындай заманда депозитте жинаған дұрысырақ па, инвестиция салып, құнды қағаздар, акция сатып алып жинаған дұрысырақ па? Қызық бір сұрақ. Енді неден бастап кетейін? Жаңа сауаттылық жағынан айтып кетейін. Қандай проблемаларды көріп тұрмын мен мысалы. Мен де оны зерттеген соң, адамдармен сөйлескен соң, жаңа мен де жақында ғана емес, енді 1,5 жылдай болды, өзім біліммен бөлісе бастадым. Телеграм каналым бар, LinkedInде көбінесе жазам. Мен оны қай жерден байқадым? Маған жаңағы фондовый рынок дейді, нарық биржасы өте жоғары тұрған кезде маған әр жақтан туыстарым айта бастады. Туыстарым, достарым, давай біз биткоинді 65 мыңға алып алайық дейді. Енді ол 65 мыңда тұрды. Давай біз Netflix деген компанияны $700 акциясына сатып алайық дейді деген ұсыныстар келе бастады. Бірақ та мен енді инвестицияда болған соң, оны тек қана бағасына қарай емес, тек қана жаңағы қызығушылығына или қандай популярность дейді, хайпына ғана емес, астарлы құндылығына қарауға, енді құндылығына қарай білуім үшін қарайсыз да, онда $700 тұрмайтыны көзім жетіп тұрады. Түсінесің да, жаңағы олар үлкен бір қателік жасайын деп жатқаны
көзім жетеді да. Сол кезде мен түсіндім, яғни Қазақстанда айналамда адамдар шынымен де жаңағы сіз айтқандай енді инвестиция жағынан, қаржы жағынан не сауаттары азау екенін сонда көзім жетті. Сол кезде мен кішкене өзімнің біліммен бөлісе бастауға енді шешім қабылдадым. Дұрыс. Ақырындап. Бұл біз осы сұхбаттың төменгі жағына міндетті түрде Ермектің Телеграм каналының сілтемесін беріп кетеміз. Рахмет. Егерде қажет болса, қаржылық жағынан сұрақтарыңыз болса, оқып жүрсеңіздер болады. Орысша жазасың ба, қазақша жазасың? Орысша жазамын. Өкінішке орай, келешекте бұйырса қосамыз. Ағылшынша, орысша, ағылшынша көбінесе LinkedIn-да, орысша каналда. Енді Инстаграмды қосамыз, қазір ақырындап TikTok деген бар, YouTube бар. Енді сіздің екінші сұрағыңызға өте кетсек, жаңағы қай жақта ақша жинайық, былайша айтқанда, қазақтарға? Ол да жақсы сұрақ. Енді мен ешкімге инвестицияға адам ақша салу керек деп, акцияға адам ақша салу керек деп айта алмаймын. Өйткені әр адамның біріншіден рискке деген, қалай дейді оны, рискке деген көзқарасы әртүрлі, стилі әртүрлі, білімі әртүрлі. Білімің болса салуға болады. Білімін де болса келе салып бәрін акцияға салу деген нәрсе жоқ. Диверсификация деген мәселе бар. Бүкіл байлығында бір жерде ғана ұстау ғана емес, әртүрлі жерлерде ұстасаң, кризиске жаңағы әртүрлі кризистер болса, крах дейді, әртүрлі нәрселерге төзімділі болады да портфеліңіз. Енді акцияға қайтадан оралатын болсақ, мен бәріне акцияға салыңыз деп ешкімге ешқашан айтпаймын. Өйткені әр адамның стилі әртүрлі. Бірақ та егер де адам салатын болса, жаңа бірінші проблеманы айтып өттік. Адамдарда Қазақстанда жаңағы қаржылық жағынан білім аз екеніне атап өттік. Екінші проблема бар. Адамдар инвестиция жайлы білсе де, инвестицияның мүмкіндіктерін білсе де, инвестиция туралы дұрыс ойламайды көбінесе. Мысалы, 100 адамнан біреуі ғана инвестиция туралы білсе, инвестицияға деген жақсы көзқараспен сайласа, сол бір адамнан мен енді одан 100-ден біреуі ғана дұрыс ойлайды екен да, мен ойымша, мен түсінгенімше. Мысалы, көбісі ойлайды, ақшаны салам, тез ақшамды ұтып алып, ақшамды көбейтем деп ойлайды. Сосын спекуляцияға көз бұрады. Мысалы, спекуляцияда ол казино секілді, мысалы. Бір жерге салады, зерттемей ештеңкені, биткоин дейді, солана дейді, этериум дейді, әртүрлі нәрселерге. Сол бар, сөйтіп тез ақша табам дейді, зерттемей кіреді, спекуляцияға бет бұрады, сосын стильдерді ауыстырады. Инвестицияның ішінде көптеген стильдер бар. Тек қана акцияға бар, депозит бар дейсіз. Сосын не бар тағда? Фьючерс деген бар, опцион деген бар, көптеген нәрселер бар да. Көбінесе адамдар инвестицияға ақша салам десе де, сол стильдердің арасында секіріп тұрады. Ал біз білетіміздей, адам бір нәрсеге көз бет бұрып, концентрация жасап, фокус жасамаса, жаңағы жемісі де сондай болады. Риск көбейіп, сонда ұтылады да көбінесе. 99.99% ұтылады ақшадан. Мысалы, сен өзің осы саланы жақсы зерттеген, тіпті осы саланың қос дипломы бар маман ретінде, өзің ақшаны қайда сақтайсың? Мен өз ақшамды инвестиция акцияға салам, өйткені мен ол туралы білем. Енді әрине мен жеке мүлігімді санамағанда, машинамда, квартирамды санамағанда, ақшамды акцияға да. Акцияның ішіне менің фокусым ол тез өсетін компаниялар. Мысалы, Starbucks, Google, бәріміз білеміз, Netflix, олар кезінде кішкентай компаниялар болған ғой, тез өсетін. Apple, Tesla деген сияқты, соларды мен 60 жылдық тарихтағы жаңағы супер акциялар дейді, соларды зерттеп, қайсылары жақсы, қайсылары жаман, олардың қандай қасиеттері болды, қасиеттері болмады, жан-жақты зерттеп, примерно өзіме бір методика жасаттым да. Сол методиканы қолданып, сондай компанияларға тез өсетін әлі жас компанияларға ақша салам. Бірақ та инвестицияда ең басты нәрсе, ол менің стилім ғана. Бірақ та ең акцияға инвестиция туралы сөйлесетін болсақ, ең маңызды нәрсе ол инвестиция жасағанда жақсы бизнестерге ақша салу. Ол жаңағы айтып... Жақсы деген қандай мағынада? Жақсы деген пайда көретін пайдасы бар. Мысалы, көптеген компаниялар пайда көрмейді.
нарықтағы 70-60% компаниялар пайда көрмейтін шығар. Ақша ұтылады олар. Тез өсетін, менеджменті жақсы. Менеджмент деген ол деген бренд болып қалыптасқан, танымалдылығы бар дегендерді ескеру керек пе? Онда ескеру керек. Жаңағы жақсы бизнес болу керек, жаңағы пайдаға келу керек, өсу керек, жаңағы басқарып отыратын адамдары, менеджменті жақсы болу керек, перспективасы дейді, келешегі зор болу керек. Мысалы, біз қазір газет шығаратын компанияға инвестиция жасасақ, газеттер білесіздер, қазір азайып жатыр, қазір бәрі интернетке көшіп жатыр. Сосын ең соңғысы да ең маңыздысы шығар, оны кез келген бағамен алуға болмайды. Жаңағы инвестиция саласы, бірақ оның белгілі бір күнде бір бағасы шығып тұрады ғой, мысалы неде, е? Күнде ол да бір проблемалардың біреуі, адамдар оны көріп, түсіп отырады. Оны көріп, бүгін алу керекпін деп ойлайды, ондай болмау керек, асықпай алу керек инвестицияны. Инвестиция жасағанда асықпай ойлану керек. Жеке бір сабақ алуым керек. Айтайын дегенім, жаңағы ең маңызды принциптердің біреуі, ол инвестиция ақша табу үшін бір демені арзанға алып, қымбатқа сату керексіз. Ол ең бастапқы принциптердің біреуі. Сол үшін қандай да жақсы компания болмаса да, жаңағы атап кеткен Netflix дейік, керемет компания, бірақ та оны да алатын бағасы болады. Оны жоғарыдан алып, мен пайда табам деп ойламау керек. Өйткені жоғарыдан алған нәрсе, оны бақылап отырып, мысалға дейге, мысалы жаңа бір ғана Netflix-ті неге алайды, бағдарға алайық. Мысалға, бүгін оныкі $100 дейді, мысалы, бүгінгі бағасы, қарап жүрміз, күнде бір $100-дың, кей кезде 98-ге, 95-ге түсіп кетеді, кей кезде 101, 102, 105-ге барады дегендей. Бір 2 ай, жарты жыл бақылап жүрдің. Сонда бір сәл-пәл түсіп бара жатқан кезде ала қою керек пе, не істеу керек мысалға? Оны әртүрлі методикалары бар. Мен оны қазір айтпай қойын, өйткені мен ойынша, жаңағы мен түсінгенімше, жан-жақты қарағанда айналамдағы адамдардың көбісі жаңағы айтқандай 100 адамнан біреуі ғана қызығады, сол 1000 адамнан 10-ы ғана қызығады, мысалы 10 адамның біреуі ғана жаңа білімі бар да, жаңағы ол салада. Мысалы, сатып алу проблеманың жартысы ғана. Жақсы компанияны таптыңыз дейік, сатып алдыңыз дейік, ол проблеманың жартысы ғана, жаңағы жетістікке жетудің жартысы жыл ғана. Өйткені оны қандай ақшаға сатып алудың қажет екенін, қашан сатып алу керек екенін, қашан сатып тастау керек екендігін. Сондай әртүрлі параметрлер болғаны үшін мен ондай жаңағы нәрселерге кірмеуге тырысамын. Бірақ интервьюді беретін әңгіме емес дейсің ғой, Әрине, фундаменталды адамдарда білім болмаған соң, оған кірмеуге тырысамын. Бірақ та мен осыны айта аламын, инвестиция қызығатын адамдар болса, инвестицияны қандай сомаға жасау керек, өздері жасағаны, мысалы, салады ғой ақшаны, мысалы, $2000 дейік. Қандай да ақша болса да, оны қалай десек болады, оны салып та ұйықтағанда тыныш ұйықтай алатындай бір сома болу керек та. Үлкен ақша салып, квартира сатып, бәрін қойып, ондай болмау керек. Екіншіден, бастағанда индексный фондтар деген нәрсе бар. Бір индексный фонд S&P 500 деген бар, S&P 500 деген, ол американдық индекстердің біреуі. Ол Америкаға, Қазақстанның да кассе деген индексі бар. Әртүрлі индекстер бар, ол деген сөз, сол индекске ақша салғанда бүкіл индекстің ішіндегі 500 компанияға инвестиция салғандай боласыз да. Ойымдамайсыз, білімде қажет етпейді, қашан сатып алам деп ойламайсыз, тек қана сатып алғанда ұзақ мерзіммен ойлау керек та. Мен бүгін алып, ертең сатам деп емес, 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл балаларым үшін дегенде оймен адам салатын болса, онда әрине пайда болады. Пайда көруге шанстары көбейеді. 100% деген ешқашан болмайды. Инвестиция ол деген риск, ол деген 100% ешкім гарантия бере алмайды. Сол үшін әртүрлі нелері болады. Қысқаша айтқанда осы. Ермек, енді кітап жазам дедің ғой бағана? Кітап жазып жатырмын дедің, Алла қаласа жақын. Құпия болмаса не туралы? Мен жаңағы атап өткендей, сондай бір ой келді маған, біліммен бөлісейін деген бір ой келді, біліммен бөлісейін деген ниетім болды. Сөйтіп, енді неше түрлі жолдары бар, медиа бар, социальный медиа бар, TikTok бар, анау бар, мынау бар. Кітаптар да соның біреуі. Кітап жазайын дегенде отырып қалдым, қандай тақырыпқа жазайын деп ойладым. Структурный дейді ғой, жаңа кәдімгідей
пошагово қалай жазсам болады деген кезде 5 әртүрлі тақырып келді ойыма. Енді олардың бәрін бір кітапке сыйғызсам да болар еді. Бірақ та жаңағы түсінгенімше адамдар енді орташа алғанда адамдарға ең базовый жаңағы ең бастапқы принциптерген бастағанымды жөн көрдім. Сол үшін бірінші кітабым ол жаңағы ең атақты, ең жаңағы ең үлкен жетістікке қол жеткізген инвесторлерді зерттеп, өзім 35-40 инвесторлер де бар, солардың ең мықты принциптерді бір кітапке алып шығарым келеді. Ешқандай жаңағы акция ішіне кірмейміз, тек қана принциптерді сөйлесеміз да, жаңағы айтқандай ұзақ мерзіммен ойлау, инвестиция салғанда тек қана жақсы бизнеске салу, сондай базовый жаңағы бастапқы принциптерді. Алғашқы әліппесі былайша айтқанда, иә? Солай да десек болады. Сосын ары қарай дамыта бересің. Алла қаласа, бұнымен тоқтамай, одан ары қарай қаржылық сауаттылыққа байланысты кітаптарды шығара бересің. Әрине, Құда қаласа, сондай ниетім бар. Ой, бәрекелді. Жолың ақ болсын. Аумин. Енді бір сұрақ. Болашаққа қайтайық жаңағы өйткені басқа жаққа. Енді мына болашақтың отработка дейді ғой, жұмыспен қайтару былайша айтқанда, деген дүниесі бар. Енді бұның өзінің енді әртүрлі нюанстары бар, қарсылық білдіріп жататын да түлектер бар. Осы мәселе сенің көңіліңде қалай жалпы? Мен ойымша ол өте әділетті, өте тамаша нәрсе деп ойлаймын. Мемлекетіміз халықтың ақшасына спонсорлық жасады бізге. Сөйтіп жаңағы жасалған инвестиция десек те болады, ол да инвестиция ғой. Соны қайтару керек елімізге, оны әртүрлі жолдармен жасауға болады, әрине. Бірақ та жаңағы мен ойымша жаңағы қазіргі тұрған нәрселер 5 жыл Астанада, мысалы, үлкен қалалар, ірі қалаларда болса 5 жыл мамандығым бойынша жұмыс істеген деген талап, ол мен ойымша өте әділетті, өте ойға жаңағы түсінікті нәрсе деп ойлаймын. Пайдалы да, Қазақстанға да пайдалы да нәрсе деп ойлаймын. Бізге енді Қазақстанға жалпыны өзі әр қоғамға, әр мемлекетке керекті мамандықтардың тізімі шығып отырады ғой жылда-жылда. Бізге қазақтарға жалпы бір өнерге шыны керек, жақынбыз ғой. Гуманитарияға көбірек барамыз, ән күй би салаға көбірек барамыз дейге, актерлікке. Сен енді Американы көрдің, Англияны көрдің. Қазір қаржылық жағынан басқаша көзқараспен қарайтын кәсіби маман ретінде қазақтар қай саланы дамытуымыз керек деп ойлайсың? Қай саланы? Ондай шынымды айтсам ол туралы енді андасында ойланып тұрам, бірақ та мен ойымша көптеген салаларда бізде білім емес, енді кәсіби подход дейді ғой жаңағы, ол көптеген салаларда керек деп ойлаймын. Өнерде де керек, инвестиция жағынан да керек, инженерлік жағынан да. Сол үшін кәдімгі тек қана осы керек, осы приоритет деп айта алмаймын, өйткені жан-жақты даму керек. Енді кішкене өзім инвестор болған соң, енді әрине ойларым бар, осындай жаңағы қалай, мен енді экономика жағынан көбінесе қараймын. Ол жағынан қарайтын болсақ, әрине мемлекетімізге, халқымызға көбірек келешекте жұмыс орындарына келетін нәрселерге көбірек көңіл бөлсек дұрысырақ бола ма деген ойым бар. Бірақ та ол мен жаңағы ішімдегі инвестор сөйтіп ойлайды да. Бірақ та сіз айтқандай адамның бақытты, жаңағы жан-жақты өмір, жақсы өмір сүру үшін тек қана жаңа инвестиция немесе тек қана инженерлік қана емес, жан-жақты даму керек та. Мысалы, сіз айтып жатсыз, өнер дейсіз. Өнер де өте маңызды. Біздегі Қазақстандағы ең үлкен проблемалардың біреуі, мысалы, бізде қазақша контент аз. Мен соны байқадым. Мысалы, мен балаларым қазақша сөйлесе де, жақсы мультфильмдер, жақсы фильмдер айтатын болсақ, сразу енді бір фильм көрейік десек, бірден таба алмайсың. YouTube дейсіз, Netflix дейді, сөйтіп кішкене шынымен де өкінемін, өйткені жақсы шынында жақсы контент азырақ. Сосын контент деген нәрсе, мысалы, оны жеткізе білу де керек та. Мысалы, өнер дейсіз ғой, өнерді де әртүрлі жолмен көрсетуге болады. Сол үшін мен ойлаймын, әртүрлі салада бізге білім жетіспей тұр деп айта алмаймын, бірақ та кәсібилік, жаңағы ел көру, жер көру, басқа көз қарастарды көру пайдалы бола алады деп ойлаймын. Жаңағы конкретно бір жерде осылай болу керек деп айта алмаймын, өйткені білім жетіспейді ол туралы сөйтіп айтуға. Мен Ермек, жалпы өзіңмен сұхбатты аяқтағым келмейді бұнымен. Өйткені екеуміз отырсақ таңды таң құрып,
біраз нәрсе сұрағым келіп отыр, шыны керек. Әрине. Иә. Алла қаласа, Америкаға барып, білімдеріңді жалғастырып, отбасыларыңмен тағы бір даму деңгейіне жетіп келіңдер. Келгеннен кейін ол кезде бәлкім кітабыңда шығып қалады, сол кезде инвестор, толыққанды инвестор Ермектен тағы бір сұхбат алсам деп отырмын. Қалай қарайсың? Көп рахмет. Күшті болар еді, келсем. Енді дәл қазір өзіңе рахмет айтамын. Сізге де рахмет. Жолың ашық болсын, болашағың жарқын болсын. Айтқаныңыз келсін. Алла қаласа бір жақында сапарға шығайын деп отырсың, мұхит асып, сапарың оңды болып, сол қазақ елінің дамуына өзіңнің қолыңнан қандай бір көмек келсе, соны сіңіруіңе тілектеспін. Көп рахмет сізге шақырғаныңыз үшін. Мен де сізге соны тілеймін. Жақсылықтар тілеймін. Көп рахмет. Рахмет. Құлыным Аусыл. Енді Құлыным Аусыл деп еркелететін жөнім бар. Өзімнің туған бауырымдай болып кеткен Ермек бауырым. Барлық жақсылықты тілеймін Ермек бауырыма. Сіздер жаңа ғана болашақтың екі дүркін түлегі Ермек Сүлейменов есімді инвестор деп айта берейін. Инвестор жігітпен сұхбатымызды көрдіңіздер. Болашақ осы жобамызға қатысты сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, барлығын осы сұхбаттың астына жаза беріңіздер. Аман болыңыздар. Көп рахмет. Енді жаңағы сұраққа дұрыс жауап бермегенде болды. Қайсын? Өнер туралы